Рахмет тілек қабыл болсын. Енді ана құрметті әріптестер кішкене шыдаңыздар. Бір кішкене ғана қалды. Бір қайтады ғой, 40-на шыдап 41-на шыдау керек дейді. Мына негізі Марат көп сөйлемейтін азамат қой. Мына жаңағы осы той басталады деген ол июль айынан басталды ғой деймін. Июль айынан бастап Маратты үйреткен осы сөзге бүгін сөйлейді деп рауия болады. Бұзған рауия осыны бар ғой. Енді келесі сөз Марат. Берме. Сендерді қатысым жоқ, жазғым жоқпын енді. Ал енді осының барлығы игі шараның басы қасында жүрген, барлығына үлкен үлес қосқан Есенбай Мұсағали Есенбайұлына беремін. Әрең беріп тұр, әрең беріп қиналып беріп тұр. Енді құрметті әріптестер, менің сыртынан, менің жаңағы атыма мадақтау айтқансыздар ғой, көп рахмет. Бірақ жеке мен жалғыз істемейді. Айтады ғой, көпшілік комитетін дүние ғой. Осыған жаңағы мына қыздарымыз бәрі атсалысты. Мен басында өздеріңіз білесіздер ғой, чатта менің ежізғанымды. Мен осы комиссияда болмай қойыншы дедім. Кірмей қойыншы дедім, Үміт апай ұрысты маған. Не болды саған деп. Содан кейін жарайды деп кірісіп, жаңағы аудан әкімшілігіне кірісіп, жаңағы мәдениет үйіне байланысты сондай дүниелер ғана жасадық. Қалған мына дастарханның барлығы осы қыздардың дүниелері. Основной осында басы астында жүрген Марат болды. Ал енді құрметті әріптестер, бағанадан бері қаншама жаңағы сол 30 жыл тыңдайықшы, соқпай, сукин. 30 жыл қызмет істедіңіздер, жаңағы 61 жылдан 96 жылға дейін уақыт өтті. Сол жылда қаншама азаматтарымыз бен азаматшаларымыз қызмет етті. Соның бәрін еске алып, бағана өмірден өткендердің барлығына құрамға атын өткіздік. Алла сауап қылсын. Жатқан жері жайлы топырақтары құт-торқа болсын деген келеді. Енді сол училищеде мен 13 жыл қызмет етіппін. 13 жылде 3 қызметте болдым. Бірінші алғаш келгенде өндірістік оқушы бері, одан кейін оқушылар кәсіподақ комитетінің төрағасы, одан кейін жаңағы жалпы техникалық пәндер мұғалімі болып жұмыс істедім. 96 жыл жабылғаннан кейін Абай мектебінде 23 жыл қызмет істедік. Енді Абай мектебінде бірге істеген жаңағы біздің әріптестеріміз мына жерде отыр. Премьерханнан бастап түгел осында Чапатов, Талғат ағамыз міне жаңағы 92 училищеден қашып Абай мектебіне кеткен Сағидол дейін Бауыржан тұр менің қасымда. Енді бірге қызметтес болдық. Ол ұжыммен де жаңағы тіл табысып жұмыс жасадық. Ол ұжымда жақсы ұжым болды. Әріптестер бізді сыйлады. Оның кейін міне ары қарай өзімнің туған жерім Киров, бұрынғы Жаңалық ауылы, сонда жаңағы мектебінен басшылық жұмысқа барып, зейнеткерлікке шықтық деген сияқты бала өсіріп, немере сүйіп жатырмыз енді. Барлықтарыңызда жақсылық болсын, аман болайық. Енді училищеде жүргенде неше түрлі қызықтар болды. Енді айта берсек сөз көп. Енді бағана Рәзия апайымыз бір әңгіме айтты ғой. Шыныбек ағаның бір сөзі менің мәңгілік есімде қалды деп. Сол сияқты тура Шыныбек ағаның маған бір сөзі маған бір сабақ болып қалды. Оны айтып берейін, бір кішкентай ғана. Мен енді жас кезім, ол кезде алды артында ойламайсың ғой. Ұрасың да кетесің, Жұманов Марат айтады, сен талап етпейсің, сен сұрамайсың дейді. Одан кейін ана танисыздар ма, танымайсыздар ма, Жетаралдық Қырғызбай деген ақсақал болған, соның әйелі болған, бізде завуч болған. Соғыс талап қояды. Сіз сөйтпейсіз, сіз бүйтпейсіз дейді. Содан кейін мен жылалыстарым, бұрамда кетемін, үлкен кәріге қарамаймын ғой. Содан бір күн отырсам, бір бала кепті кабинетінде. Ақсақалдар Шыныбек ағаны кабинетіне шақырып жатыр деп. Содан барсам, Шыныбек аға отыр, үлкен ақсақалдар, Мұхтар аға отыр, тағы адамдар отыр, бәрі отыр. Әй, ұлым кел деді сөйтті міне. Өздік қазір. Содан бір отыр, не аға деп сөйтіп. Әй, әке деді. Қазақта сөз бар деді. Әйел өлсе, қазақта сөз бар, ауыр сөзді тура айтпайтын дейді. Әйел өлсе, қамшының сабы сынды деп айтады. Әкесі өлсе, асқар тауы құлады деп айтады. Адамның жүрегін жараламау үшін осылай орағытып айтады. Сіз бізге, сен маған, бізге дейді. Мына жиналыста бізге тікелей қатты сөз айтпай, ақырындап, жылылап жеткізсек де бізге сол жетеді деген осы сөзім менің жүрегімді мәңгілік қалды. Ол сөзді жаңа Айгүл апайымыз дәлелдеп берді.
Жылылық сөзде тұрады ұлылық деген не? Міне сондықтан жаңағы осы сөздер біз міне қазір бәріміз де зейнеткерлікке шықтық қой. Өмір жолымызда, еңбек жолымызда осы нәрселерді біз еске алып өттік. Енді бүгін ойлаған ойымыз, жоспарлаған жоспарымыз іске асты, бәрі сәтімен болды. Енді көпшілікпен бітті. Алла тағала сіздердің барлықтарыңызға денсаулық берсін ең бірінші. Содан кейін жаңа айтып жатырмыз ғой, мынау ұсыныс тілек деп жатырмыз. Енді облысқа, ауданға, министерствоға жазамыз деп жатырмыз, жүкеңе тапсырма беріп жатырмыз. Сондықтан енді 70 жылдық емес, жаңа айтты ғой. Жаңа зданияның ашылуына бас қосуға да нәсіп етсін. Аман болайық. Енді әріптес ағайлар, апайлар осында отырған міне бүгін үлкен мереке болып жатыр. Өте қуаныштымыз, ұзақтан келген міне көп көрмеген аға апайларымызды көріп жатырмыз. Бағандан бері жақсы тілектер айтылып жатыр, сол тілектердің бәрі қабыл болсын. Ұзақтан келіп жатқан міне ұзақтан келгендердің бәріне көптен көп рахмет. Аман есен жетсін, жорыққанда жолдары болсын. Бәрі армандар орындалсын. Осындай үнемі кездесуде бас қосып жүре берейік. Ал енді құрметті әріптестер, кешіміз өте керемет өтті деп ойлаймын. Өте есте қалмас. Енді мен өзіме училищеда қызмет атқардым. Өте кандидаттың барлықтарыңыз дентеріңізге саулық. Алашаларыңыз қызық болыңыздар, осындай қуаныш бола берсін. Аман есен үйлеріңізге келіңіздер, ақ болыңыздар деп барлық аман есен болайық. Кеш жарық құрметті ұстаздар, әріптестер, бүгін өте қуанышты күн болды. Мен 22 жасымда ең алғаш осы спортын табылдырын аттаптым. Еңбек жолым сіздерден бастадым. Сондықтан енді өте қуаныштымын сіздердің яныңдағы әріптес болғаныма. 3 жыл өндірісте оқу шебері, ең соңында комсомол ұйымының хатшысы болдым, оқушылардың. Сондықтан енді ең ұстазым, ұстаздардың ұстазы отыр осы арада. Әскербек ағаны ортаға шақырамын. Жақпаев Әскербек аға. Ең ұстаз болған той ауласында тағы да кезге білек жайым Мұсағали айтпақшы. Келе беріп ортаға. Бар жақсылық тілеймін, амандықта, жақсылықта, неме тағы. Той қаласын, бар болайық, бай болайық, қуат болайық. Рахмет. Ұмтыртете сөйлеп. Құрметті игі жақсыларым, сіздермен қауышқандарыма өте қуаныштымын. Өмір жолына айналдық ата-анаға, біріміз туған ауылда, біріміз басқа қалада. Кетпейді естен көңілден, мезгілсіз ерте кеткендер, бақытты жандар деп білем, осы бір күнге жеткендер. Құрметті ұжым, бүгін мейрамдарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, сіздерге бәрі жақсылықты тілеймін. Менің қолымда тұрған аманатым бар, жеңгем осы ұйымдастырған 3 қызға подаркасын беріп жіберейін деп менің беріп жүрген ғой. Соны өз атын келе алмай қалды, мен бергелі жатырмын. Ал енді әріптестер, біріншіден барлықтарыңызды ұстаздар мерекесімен құттықтаймын, көп сөйлемеймін. Ең бастысы сіздерді көргеніме, қауышқаныма, көз көрген әріптестер, апайлар, ағайлар, құрдастар, құрбылар өте қуаныштымын. Әлі де кезіге берейік, көрісе берейік. Баяғыда апалар айтушы еді ғой, көп көрмей көрісіп, қауқылдасып қалдық деп. Сол секілді бір-бірімізді көріп, қауқылдасып, қауышып, сүйісіп, сөйтіп жатырмыз енді. Алла содан айырмасын. Көргенде Айгүл апай ренжіп жатыр, мен білесің, ол кісіні танымай өткеніппін, енді кешіріңіз. Енді көргенде бір-бірімізді танып, біліп жүретін ғой. Амандықта кезігейік. Міне бір алматымыздың әкелген мына біріншіден ұйымдастырған
қыздарға алғысымыз шексіз. Осындай мерекені ұйымдастыру, ақша жинау, қаншама дастархан жаю деген бұл оңай шаруа емес. Сондықтан біз өзіміз кішігірім сыйлығымызды алып келгенбіз. Фаридаға, Рауяшқа, Үміт апайымызға, Тәртіпқан апайымызға, Әлмир апайымызға. Ал енді әріптестер, құрметті, міне өте қуанышты болып жатырмыз. Бүгінгі шара өте бір жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Және бәрі айтқан үлкен кісілердің сөзіне қосыламын. Үлкен ападар ағалар келді. Қуаныштымын, бәрін көріп, бір жаңа айтылды ғой, марқай қалдық деп, е. Сол сияқты бүгін бір демалыс болды. Бәрімізге 65 жылдық СПТУ-дың несі ертең дүреді бәрі жерге жайылады деп ойлаймын. Бәрі статусқа бәріне қойып жатыр. Сондықтан ұйымдастырушыларға өте үлкен бір алғысымды айтқым келеді. Үміт апай бірінші осы шын бір 24 сағат күні түні чатта отырып, күні түні жазып отырады. Ана жаққа кетіп бара жатса да Ташкентке мән деген поезда жол жоқ деп связь жоқ деп айтып жатыр. Мен түсініп отырмын, мен өзімде ана класстаста бұл жерде организатор болды да сөйтіп мен айтып отырмын. Сол сияқты ақша жинауды күнінде бар, сосын Рауяны ең түсінкетім кішірімді айтып жатады ғой. Сол Рауя көп рахмет, Үміт апай, Фаридаш, Фатушке жазам оймай. Фарида демейді бір нәрсемізді. Көп рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Бала шағадарыңыз қызығын көріңдер. Әлмир апай айтып жатыр ғой, зачем сіздер ең басында жаңа Саниктің несіне әңгімесін айтып жатыр ғой, солай айтып, ол кісі бізде солай істейді деген. Оған да енді идея бергенде өте рахмет сізге. Тәртіпқан апай не болады дейді, сонда үлкен ақсақалдар алқасы болып отырады енді. Ол да бір неме қошаттық деп ойлаймын. Бір кішкене сыйлығымызды берейік, барлықтарыңызға рахмет. Мен ана Мұсағалиға үлкен көп рахметімді айтқым келіп, бірақ тұлғаны қойып мен должен болдым өзім. Ал енді құрметті ұжымдар, сіздердің бүгінгі мінекей ұстаздар мерекесі, қарттар мерекесі, училищенің 65 жылдық мерекесі деп үлкен той болып жатыр. Тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Мен осы СПТУ-да біраз істедім сіздермен. Мамам істеді, бағана өздеріңіз көрдіңіздер. Ол кісі алдында естіп, айтып, звондап айтып едім, ол кісі ой жоқ бармаймын енді анамын деп. Онан енді осы Алмагүл звондап ағайыма айтып, сонан барып түсіндіргеннен кейін ол кісі жарайды келейін деп келіп, разы болды, өте разы болды. Бәрілеріңізді көріп, құлынарын амасында ма деп беттеріңізден сүйіп түгел аты жөндерін айтқанда жаңа әлі үйге жаңа үйге барғанда да разы болып, анау сөйтіп айтып, мынау әңгімесін айтып разы болып жатыр. Ал енді бәрілеріңізге бағанадан бері бәрі жақсы тілектер айтып жатыр. Алла қабыл алсын осы жақсы тілектерін. Бәрілеріңіз аман болсын. Жаңа айтып жатыр ғой Алмагүл. Ұйымдастырушылардың еңбегі өте зор. Ұйымдастырушыларыңыз аман болсын. Енді осылай қарай тойларыңыз ары қарай жалғастырып, ұйымдастырушыларға енді менің өз атымнан шағын сыйым бар. Мынау енді мен өзім Туылдан келдім, Туылда тұрам. Мынау енді өздеріңіз енді ертең шайларыңыз ішіп, әңгімелеріңізді айтып, маған енді жауабын айтып бересіздер, қандай нәрсе екенін. Ас болсын енді мен. Өркен, неге шығам десеңдер шығыңдар? Жоқ, өздеріңіз айтып шығыңдар. Мынау, бағандан бері кімдер айтып жатыр ғой, мыналар рахмет айтып жатырмыз дейді. Бірақ тыңдап жатқан ана қыздар айтып жатыр, басқарып жүрген. Сосын мен айтам, ол енді бағанда құр рахметті қайтып, құрғақ қасық алып жүртер деп қарамай жатыр ғой деп қалжыңдап отырмын ғой. Сонымен осында біздің Алматыдан шығарда Сайлаубек екеуміз ақылдасып, енді бәрін дайырға барамыз ба енді. Бірдеме
бірдемемізді алып барайық деп. Содан келе Өскеменге келіп, содан жаңа қыздарға келіп, міне алыстан келгеніңіздер, Мәншөк бар, Зәуре бар, Сайлаубек бар, Өркен бар, деп тұрған Зәуре бар, мына Зәуре оған бізге Бақшарат қосылды, Бақытгүл қосылды, міне Алмагүл, Гүлшира, Эльмира, бәрі қосылып бізбен бөлісіп жатыр да. Айгүл бар енді. Ол енді мынау үлкен іс енді. Өзіміз бәріміз той жасап көрдік қой. Өзіміздің семьяның тойында қандай үлкен. Сол 3-4 айдан бері осындай үлкен жұмысқа қаншама адамның басын қосып үлкен осындай бүгін шара деген. Бәріміз де қуаныштымыз, иә? Бәрімізді бір-бірімізді көріп өте бір жақсы сезімде тарап жатырмыз. Сол рахметімізді айтып жатырмыз. Сол қос сөз болғанша кішкене орамал құндылығында жон болады деп мына жерге тәртіпқан беріп шығып кетіңіздер. Өкіш, Рауия, Фарида, және ана жерде 2 жігітіміз бар. Бүткіл бақилықтың бәрін аты жөндеп түстеп жүрген Бауыржан, сосын кейін Ұсағали. Сіздер шақырып жатырмыз. Бауыржан қайда Бауыржан аға? Бауыржан қайда Бауыржан? Алып алып көрсетпепті. Сен шақыр. Бекбосым сен Ибраим емес. Алып алып көрсетпепті. Шыны жүздер менен ең жақсы сөздер менен жарқырап күліп тұрған қайнаған көздер менен жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолықса қандай жақсы, сағынып жүрекпенен ең жақсы тілекпенен құшақтап жаттығысып ең жақсы ниетпенен кездескен қандай жақсы, кездескен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, андық болсын десін, құшақтап толсын десін, бақ дәурен басымызға, бақ дәурен қонсын десін, бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы. Той құтты болсын, тойымыз қаласын. Қайырлы түн, құрметті әріптестер. Айтып жатамыз ғой, үлкеніміз бар, кішіміз бар деп. Мынау биылғы бір жыл болды, айтпады. Әлмира расында да айтып жүреді. Ақсуаттың спутуын көрсең, не деген емшіл, не деген жақсы, біз қайда қалдық? Беремес келмей, бір ұйымдастырайық деген сөзді бастаған рас. Соны іліп әкетіп, ары қарай қостық. Жаңағыдай осындай үлкен шара ұйымдастырдық. Енді өздеріңіз бәріңіз оның қандай қиындық болатынын өздеріңіз білесіздер. Өте қиындық болды. Бағана Бауыржан да мойындап айтып жатыр ғой. Бұл жерде ұйымдастыру кезінде сөз естисің, арасында қуанып қаласың. Біреу рахмет айтқанда қуанып та қаламыз. Өмір солай ғой, кейде ақ, кейде қара жүреді. Бірақ бүгін бір үлкен бір мәре, қарап отырсақ адамдардың барлығы үлкені бар, төрт аяқтап келіп жатыр. Міне осы бәрімізді көргенге бәріміз қуаныштымыз. Сіздерге көп рахмет айтамыз. Бағана айттық, ұзақ жерден осы бір жүздесу үшін Алматыдан, Өскеменнен, Семейден келді осы. Барлық жерлерден барлық кісілер келді. Басында кісі аз болып, арасында да жүрегіміз ауырды. Аяғында барлығымыз жиналғанда қуанып қалдық. Енді сіздерге көп рахмет. Мен ерекше айтайын деп тұрмын. Жаңағы Майра подружка кішкентай внимание жасап деген үшеумізге, онан кейін папасы жаңағы осында қызмет атқарған деп қатымға деп бөлек ақша сап жерді. Сондықтан ерекше рахмет айтамыз Майраға. Бала шағасының қызығын көрсін, той болсын, ол үйде де сол жаққа да барып жатайық.
Енді тағы да мына жерде бізде Туғылдан жаңа қызымға айтқан Туғылдан келген Бақытгүлге көп рахмет. Біз енді 82-де мен өз басым 90 11 жыл істедік осы отырған қыздардың барлығы. Бақытгүл деген келеді деп сөйтіп жатты. Не айтамын, не істеймін, сендерге қалай ұшымды беремін деп тәуір қиналып, өзі бір ретін тауып дәмін беріпті. Бақытгүл, сізге де рахмет. Одан кейін жаңағы бірлесіп жатқан қыздар осы жұмыстың қиын қыстауы бар екенін біле тұрып, бізге сый-сияпат беріп жатырмыз. Бір жағынан ыңғайсызданып жатырмыз, анау да беріп, мынау да беріп, өте қиын болды ғой деп, әлгі бәлембай жыл қызмет атқарған осындай сыйлық алған жоқ шығармыз деп, бір жағынан сөйтіп ойлап жатырмыз. Оның барлығы орамал тоң болмай жол болады деп беріп жатыр екенсіздер. Көп рахмет, қол аяқтарыңызға дерт бермесін. Тағы бізге кім сый-сияпат жасады жаңа. Сәлиялар өздері бір таксимен келген қыздар. Өздері Алмагүл екеулері осы қайта рахметтерін жаудырып осындай өздерін дәмдерін беріп жатыр. Көп рахмет. Осындай барлық өзіміздің ұрпақтарымызға осы жақсылықтарды берсін, дендері сау болсын, тойда кездесейік, бәріміз амандықта кездесейік. Енді міне ұйымдастырушылар деп айтып жатырмыз ғой жаңа басында. Міне кім? Рауия Кесич, Рауия, Парида, Мұсағали, Тәртіпқан, Кішігірім, бесеуіміз бір жиналыс өткізіп тастадық. Одан кейін жаңағы ұйымдастырушылар мүшелерін сайладық. Соның ішінде мен енді қосылмай-ақ қояйыншы дедім, өзі шаршаған адамын десем, бұлар мүшесі қойып, Үміт апай төрайымы депті. Соған жығылып, жанталасып, денсаулығыма қарамастан айтпады. Тоқтарова Майра, сені блокқа қойып деді, 48 сағат отырдым ғой деп. Енді қайтып кетіп бара жатырмын, жұмыстарымыз бітсін деп ойлаймыз. Енді жақсы деп айтып жатсыздар, қуанып жатырмыз, бәрін ұмыттық, шаршағанымыздың бәрін ұмытып кеттік міне. Жақсылық деймін, амандықта. Жаңағы орамалдарыңызға көп рахмет. Енді аман есен өз үйлеріңізге жолыңыздар. Міне артымыздан ес жүрген жаңағы Бауыржан, кейде ұрсып боламыз. Қайтыс болған кісілердің бәрін айтпады, үйіне олардың әкелерімен шығару керек деп, әкелерін іздеп үлкен рөл атқарды, шын айтсақ. Мұсағали өзі айтып жатыр бағана немесе жүрген осы марапатты бүйтіп ойлағанбыз ғой. Біреу ренжіп қалады, біреу айтады, екі топқа бөлмей бермей қояйық деген сөз тағы болды. Бірақ тағы біз бәріміз басқа жаққа кетіп қалдық та, мектептерден марапатын аламыз, әйтеуір шақырып жатамыз. Біздің училищеден ешқайда кетпей пенсияға шығып ештеңеге ие болмай қалған адамдар үшін деп әкімге де рахмет айтамыз. Осының басы қасында Мұсағали мен Рауия жүрді. Осы жаңағы төс белгілеріңіз құтты болсын, марапаттарыңыз құтты болсын. Жан-жақтан іздестіріп барлық отырған кісілердің барлығына айта берсек, бәріне бергіміз келеді, ондай бермейді деп жартысын әкімнен алдық, жартысын оқу бөлімінен алдық, жартысын тағы бір ретін келдіріп, әйтеу бірталай үлкен кісілерге беріп жатырмыз. Ала алмай қалған кісілер ренжімеңіздер. Көбіне айтты ғой, мектепте жүріп шықтық қой біз өзіміз, ондай емес, ауылдың адамдарына емес, ұзақтан келгендерді қарастырамыз деп. Енді кейбір адамдар ала алмай қалса ренжімейсіздер, жолдарыңыз болсын. Мына қасымда жүрген жаңағы Бауыржан бар, әрі-бері арасында бір жұмыс істеп, Ибраим Серік деген таксисіміз бар. Ой-ой, бүгін автобустың барлығына спонсор соғысы болды, бензинін жасап берді, соған сөйлесіп арасында өзімізді тасыды. Бекер ол атушы енді, өзі күшті жүрді Серік. Одан кейін Мұсағали бауырым бар, міне екі қыз келіндер ғой бұларды. Мен бұларға ұрсып қоям, бір тобымыз бар. Арғарай Тәртіпқанда біз сияқты WhatsApp-қа шықпаса да ол көп кісілерден ақша жинады. Оған ұрсып қоям, бар ананың ақшасын алып кел, бар ананың ақшасын бәрін орындады, 70-тен асса да көп, қол аяғына дерт бермесін енді. Осындай ұйымдастырушыларымыз көп болсын. Көп рахмет. Ал енді құрметті әріптестер, ағалар, апайлар, енді бірнеше жылдан кейін өздеріңізді көріп, қауышып, қуанышты болып тұрмын. Енді барлықтарымыз жақсылықта кездесейік. Міне Шыныбек ағамыз 86-ға келіп отыр. Бір қызық жағдайларымызды айтайық. Шыныбек ағадан чай ішіп қашамыз ғой. Давай 4-ші этажға шығып алайық дейміз.
төртінші этажға шыға алмай тұрады деп. Әйтпесе бірінші, екінші этажға шықсақ тұрып қасымызға келіп алады, чай іштірмейді. Жұмыстарың қайда деп. Төртінші этажға шығып алсақ шыға алмай қалады. Бірақ ұлдарға ұрсады, қыздар чайын ішіп жүрсе де, әйтеуір жұмыстарын істеп жүреді деп. Сондай бір қызықтары болды. Парзан апай класс жетекші болды. Қуат екеуміз мастер болдық. Сон шіріктің балалары оқиды. Содан Мұсағали айтам, жүрші бар, алып келеші аналарды деймін. Мұсағали барды десе, мұқым тас бастаудыңлар, Абай аға директор, Мұқанбаев, сол кісі үйге барсақ, ой, Мұсағали, чай ішіп алыңдар, жаңа айтып кетті, тас бастауға Мұсағали келді деп айтты деп. Содан барсақ, балалардың бәрі тұрып, аға міне қайтқалы тұрмыз деп, түгел астанып кете тұрады. Содан Абай ағамыздың үйінен чай ішіп аламыз да қайтамыз. Содан алып келсек, менен сұранады, содан мен бармайсыңдар деп ұрсам ғой, сосын Қуаттан сұранады. Содан Қуат, ертең келесіңдер ғой бірінші күн, келеміз, әкел болды дейді. Шарт еткізіп қол алысады, қайдағы қол алысқан жайына қалады. Содан Жұманов Марат ағамыз шақырады, бала қайда? Парзан апай барады, мен Қуат үшеуміз, бала жоқ. Содан Парзан апай айтады, Қуат қарғам, өзі бүйтіп қол алысқаныңды қойшы. Қол алысқан, міне Пәрида келіп, Қуат қол алысып, болды, бала жоқ деп. Қол алысқаныңды қойшы деп. Одан бір жаңа Мұсағали айтып жатты ғой, Әскербай ағаның қызыл тракторы. Бәрімізді трактор айдауға үйретіп, содан торымызды жіберіп қалғанда трактор ұршып кетеді. Содан Әскербай аға ұрсады, ой, қарақма осы. Немесін Зәурепей айтады, құрдасыз ғой неме Зәурепей. Немене өзі Пәриданы аяқ ағандай қызыл тракторыңды аяғады. Сондай қызықтарымыз болған. Оның Ақаш ағамыз отырып, документ деп үстелді періп қалады. Содан бәріміз этажда шыға жүреміз. Документ апармын деп, жоқ деп. Біреуміз мына жақтан шығасың, қолтығымызды ұстап жүреміз, документ деп. Содан Ақаш ағамыз бірақ ертеңінде ұмытып кетеді документ деп. Періп қағанда шаш алдыға түсіп кетеді ғой ол кісінің. Ол кісінің де сондай қызықтары болған енді. Енді жаңа кім Серік айтады ғой, ылғи командировкада жүріп потаға түспей қалып. Мен ылғи декретте жүріп көп түспей қалады екен. Потада неге жүрсің? Ой, баяғы декретте жүрген жүр. Ол кезде декретке міне бүйтеміз. Зәуре апай бар, Оркен апай, Сәуле апай, мына Үміт апай. Біріміз декреттен шығамыз, біріміз келеміз айтты. Бәріміздің балаларымыз жасты мына. Гүлмира 86-да бәріміз барып кеппіз айтты декретке. Жаңа Бекене ғада айтып жатыр ғой, Өскеменге барасыңдар, 5 жыл бір қыз ойнайсыңдар деп волейбол. Соның үлкен орыстың жігіттер доғытты кеп соққанына тура жерге кеп қадап соғады ғой. Соны ойнап жүрміз, Мұсағали айтқы дей, байқа ішіне доп тек кетпесін деп қояды. Содан мен декретке барсам, сонда Жұманов Марат ағамыз айтты, сен мақұлықсың ба? Енді ана бала үй алған шығар, енді екі қабат әйеліңді неге апарып жүрсің басын істейме деп айтыпты. Сондай Жеңе апайымыз бар. Жеңе апай жақсы кісі болды ғой, екеуміз тәрбиеші болдық. Сонда Жеңе апай, енді аяғымыз ауыр болып, күн ыстық ұйқымыз келеді ғой. Қарғам ана 4-ші этажға барып ұйықтағыш деп сөйлейді. 4-ші этажға барып біраз ұйықтатып қояды. Содан комтан бәрін жинап, бір күн айтады, полды жұмылып жатыр дейді, полды біреуге кеп трелканы дейді. Бетіп қарасам, қалық ағаға екен, Женя не істеп жүрсің дейді, пол жуып жүрін деп айттым дейді. Сондай қызықтарымыз болған. Шыныбек ағадан қашып жүріп чайымызды ішіп, береке бірлікпен сол ұжымда жұмыс істедік. Енді жаңа айтып жатыр ғой, 70 жылдықта сондайда кездесейік деп. Мен сіздерге бір идея алып тұрмын, командамызбен бір санаторийға барып, демалуға болады барлығымыз. Сондай ұжыммен барсақ, қандай жақсы. Көктем санаториясына Октябрьде барайық. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін, аман есен жақсылықта ойында кездесейік. Құрметті әріптестер, кішкентай бір минутқа бәрі шығып отырады, бір кім? Мына еске түсіп кетті да, жаңағы. Енді ана Жилия 91 деген программа шыға қалды да, Колбинің. Білесіздер ғой, бізге үй берді, Серік бәрімізге.
Содан үй салып жатырмыз. Чыныбек аға бізге контроль жасайды ғой үй салып жатсақ. Содан енді үй салып жатырмыз да жоғарғы этажын несін қалап жатырмыз ғой, иә? Содан Фарида маған кірпіш лақтырып беріп тұр, мен қалап тұрмын. Екеуміз ғана. Асармен бірінші жинап алдық қой, дөдегенін жинап жатырмыз ғой. Фарида кірпішті лақтырып тұрса, Чыныбек ағамыздың артынан қарап тұр. Ай қарап. Соны айтып, ай Мұсағали әке, мына әйелімнің жеңді болғаны қандай? Әйелімнің ет жеңді болғаны қандай жақсы деп Фарида кірпішті лақтырып тұр ғой. Я жақсы аға, Чыныбек аға жақсы деймін ғой, үйді бітірдік. Бізден кейін Чыныбек аға үй алды ғой. Үй алып бір күні Чыныбек ағаның үйінің қасына өтіп бара жатсам, Чыныбек аға ас үй салып жатыр да Гүлжат апайымыз жаңағы кірпіш лайменен черекпенен лай беріп тұр. Сол Чыныбек ағаның маған айтқан сөзін өзіне қайтардым ғой. Чыныбек аға әйелінің ет жеңді болған қандай жақсы десек күле тақсы. Өмір деген қызық міне жаңағы. Осындай дүние болды. Рауия сөйлесін енді. Көп сөйлемеймін, азық сөйлейін дейді. Күйеуің көп сөйлемейді. Көп жылдан бері сіздермен бүгінгі кездесіп, жүздесіп, ұзақ уақыттан кейінгі қызық қуанышымызды әңгімеміз айта берсек әлі таусылатын емес. Енді осындай кездесуіміз алдағы уақытта жалғаса берсін. Сіздердің барлықтарыңыз, отбасыларыңыз амандық, дендеріңізге саулық, ұзақтан келгендер жолдарыңыз болсын, ең бастысы басымыз аман болсын. 12 мүшегің сау болса, Тәңірдің сізге ол да бір шүкір деп өмір сүрейік, қалған бәрі қолда тұр дейді. Дендеріңіз сау, бастарың аман болсын, осындай қызық қуанышты күндеріңіз көп болсын. Бағанадан айтылып жатқан жақсы тілектеріңіз қабыл болсын. Алыстан, жақыннан келіп жатқан әріптестерімізге, апай ағаларымызға жолдарыңыз болсын, қуанышты күндеріңіз көп болсын. Қабыл қылып алған тілекті, қуанта берсін жүректі, осы күнге жеткіз деп аңсаумен қанша жыл өтті. Көрер қызық көп болсын, көрген қызықтарынан баршаңызға тілеймін осындай әппақ тілекті. Жолдарыңыз ашық болсын, бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын, қуанышты күндерде жолыққанша қош сау болыңыз.